Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге етсіз жасалатын тағамдың рецептін көрсететін боламын. Өте дәмді болып шығады. Ең алдымен біз ыдысымызға жылы суымызды құямыз. Сосын оған бір жұмыртқаны жарып саламыз. Тұзымызды саламыз. Ұнымызды елеп, қамыр илеп алатын боламыз. Қамырымызды елеп болған соң 5 минутқа тындыруға қоямыз. Сосын картопты үккіштен өткіземіз. Оған сәбізді үккіштен өткіземіз. Сәбіздің орнына асқабақты пайдалансаңыздар да болады. Сосын пиязымызды оны да ұсақтап турап, оны да салатын боламыз. Сосын дәміне қарай әртүрлі аскөктер және тұз, бұрыш салсаңыздар болады. Барлық заттардың мөлшерін астында қалдырып кететін боламын. Енді бізде ет болмағандықтан бізде оған май қоямыз. Сұйық майды құйып араластыратын боламыз. Міне біздің салмамыз осымен дайын болды. Енді қамырды жаюға кірісетін боламыз. Еленген қамырымызды алып, біз бөлікке бөліп алатын боламыз. Мен 3 бөлікке бөлемін. Өзіме жаюға ыңғайлы ретінде кішкентай қылып үшеуге бөліп аламын. Сосын біз қамырымызды жаюға кірісетін боламыз. Қамырды алдымен қолмен, сосын оның үстіне ұн сеуіп, оқтаймен басып жаятын болсақ, біздің қамырымыз тез жайылатын болады. Міне біздің қамырымыз осылай жайманың қамыры сияқты жұқа етіп жаямыз. Сосын оның ішін біз майлап шығатын боламыз. Сұйық майменен майлаймыз. Міне біз сұйық маймен барлық жерін қамырды толықтай майлап алдық. Енді оны осылай видеода көрсетілгендей етіп кесіп шығатын боламыз. Енді кесілген әр 4 бұрыштың ішіне біз салмамызды салып шығатын боламыз. Сосын видеода көрсетілген етіп ораймыз. Ал енді оралған біздің тағамдарымызды манты қазанның бір ыдысына алып, астын майлап аламыз. Міндетті түрде барлығын соған жайғастырамыз. Сосын қазанға біз суымызды қайнатып, солай пісіріп алатын боламыз. 45 минутта, 30 минутта піседі. Міне осылай дайын болады. Қош сау болыңыздар.